Короче, жаңа бір кезде бір қызықты жағдай болған. Бір клиент звондайды да маған. Короче, айтады, 400 ломбрау тауып жұмыртқалар керек дейді да. Жақсы, қашан анау. Короче, 1 майға запись бар бізде. 17 апрельге ауыспай тұр деген сияқты әңгіме айтып жатырмын. Сөйтіп, короче, сіздерді мақтап жатыр, комментарийлерді жақсы жазып жатыр дейді да. Білмеймін ғой, не комментарий, қандай комментарий. Қай жақта группада ма неде десем, чат GPT-ден сұрасам, короче, чат GPT мақтап жатыр сіз жұмыртқаларың жақсы шығарады, 80%, 90% деген сияқты. 90% өтірік айтып жүрген, енді 80% бізде аплод деп түсіндіріп жатырмын да. Короче, сол чат GPT-ден сұраған ғой, сол сізді чат GPT мені айтқан, короче, осы жігіттердің, осы компанияның жұмыртқалары жақсы деген сияқты біз предлагать еткен ғой. Короче, көпшіліктің арасында енді қуаныштымыз, әрине, мақтап жатқанына, бізді жіберіп жатқанына, бізге жіберіп жатқанына чат GPT-дің. Ол жайдан жай жібермейді да ондай адамдарды. Ондай адамдар емес, мәселе жалпы. Ол бүкіл Қазақстандағы сатушыларды, жұмыртқамен айналысатын немесе құс шаруашылығымен айналысатын кісілердің барлығын информациясын статистикаларын қарап, барлығын тексеріп жіберіп тұр ғой енді. Сондай ағайын. Сондай бір қуанып қалған жағдайымыз бар, жайымыз бар. Жаңа бір кезде әңгімеден әңгіме шығып кеткен ғой. Сол ағайын неше түрлі қызықты жағдайлар болып тұрады. Бір клиентіміз. Сол ломбардан жұмыртқасын сұрап, осындай өзінің нелерін, әңгімелерімен бөлісіп жатыр да, сонымен мен де бөлісіп қояйын деген ғой. Жұмыртқа, инкубатор, брутер, клетка, не қандай товарлар керек, барлығы бар ағайын. Хабарласыңыздар, емін-еркін хабарласыңыздар. Алла қаласа, барлық жерде мықты деп айта алмаймын. Өзім шаруашылығымда мен спец шығармын. Бірақ енді любой адамда қателік болады. Барлығын мойындаймын. Бізде де қателіктер бар шығар. Мүмкін 100% мықтымыз демеймін. Аплод береміз жұмыртқаға 80%. Мүмкін кейде шығара алмай қалады. Кісілер болады ренжитін. Ол мойындайтын нәрсе, ол расымен де мойындайтын нәрсе. Ол транспортировкадан болуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені аплод 80%. Енді аплод дұрыс емес деп айтайын десем, ол кісілер хабарласқан кезде аплод дұрыс емес деп айтайын десем, бізде мысалға кеше Семейден 1000 штук алды, Алматыдан 1000 жұмыртқа алды, шығарды олар. Уже Шымкенттен 3200 штуктан 3 партия 10 000 штук алды. Ол кісілер 3 партияға дейін алмас еді ғой, егерде сондай расымен аплодымыз дұрыс болмаса, жұмыртқаларың сапалы болмаса. Олар маған жалып айтқан жоқ. Мысалы, айтатын болса, айтар едім, мен айтар едім да. Бар шығар арасында енді қателіктер болады. Транспортировкадан мүмкін аплод дұрыс болмай қалған шығар деген сияқты ойым ғой енді. Аплод жақсы болып тұр. Үлкен оптовиктер алып жатыр, 1000-1500 алып жатыр да. Сол бір естіп осылай келеді клиенттер. Енді не істейміз оларға? Қалай айтамыз? Ренжитін клиенттер болады. Арасында болып тұрады енді. Ол енді үлкен объем емес. 50 штук, 100 штук алатындардан болып қалады дейді. Шықпай қалды дейді. 60 штук алды алдында бір кісі. Жұмыртқам шықпай қалды дейді. Енді 1000 жұмыртқа алып тұрған кісілердің қасын салыстыратын болсаң 60 штук алып тұр да, бірақ енді жұмыртқам шықпай қалды дегенге сәл сеніңкіремеймін да. Мүмкін қателік кеткен шығар, новичоктар көп қазір. Сол себепті барлығы маған жаба беруге де болмайды оны. Аплод дұрыс болмаса, маған видеоға түсіріп, авазға перевод жасап жіберіңіз деп айтамын ағайын. Сол видеоға ұнаса комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса комментарий қойыңыздар. Жұмыртқа керек болса хабарласыңыздар. Қазақстанның барлық қаласына жібереміз ағайын. Аман болыңыздар.